Әрине, біздің ең алғашқы тоқталатын кездесу бұл біздің отандасымыз Николай Веретенников пен американдық Остин Вандерфорд арасында өтетін тартыс кездесу. Бұл кездесу осы Fight Night'тың басталуына небәрі 5 күн қалғанына қосылғанына байланысты 175 фунт салмақта, яғни аралық салмақта өтеді. Американдықтардың тілімен айтатын болсақ, бұл кездесу catchweight'та өтпек, достар. Николай Веретенников карьерасында бас-аяқ 16 кездесу өткізіп, оның 12-сінде жеңіске жетіп, 4-еуінде жеңіліске ұшыраған. 12 жеңісінің 9-ын нокаутпен аяқтаса, бір кездесуін сабмишнмен аяқталған. Және де 5 кездесуінде қарсыластардың мерзімінен бұрын аяқтаған екен. Және де атап өтетін нәрсе, біз білетіндей Николай Веретенников осыған дейінгі 2024 жылғы тамыз айында дебютына дейін Dana White Contender сериясының 5 маусымында өнер көрсеткен болатын. Дәл сол маусымда өкінішке орай дәл қазіргі сәттегі топ 15-те тұрған эквадорлық Майкл Моралеске жеңілгенін білеміз, достар. Және де Николайдың UFC-дағы екінші жорығын өте сәтті болатынына біз кәміл сенеміз, достар. Біз білетіндей, Николай өзінің алғашқы дебютын өткен жылдың тамыз айында UFC Fight Night'тардың бірінде американдық Дэнни Барлоуға қарсы өткізген болатын. Ол кездесуде Николай небәрі 10 күн қалғанда қабылдаған білеміз. Сол кездесудің нәтижесі бойынша төрешілердің басым көпшілігі, яғни 2 төреші Дэнни Барлоуды жеңімпаз деп танысы, бір төреші Николай Веретенниковқа жеңісті берген болатын. Алғашқы дебюттағы сәтсіздігіне қарамай Николай Веретенников тағы да бір рет Остин Вандерфордқа қарсы небәрі 5 күн қалғанда қысқа мерзімде кездесуді қабылдап отыр. Сарапшылардың ойы бойынша бұл кездесуде Остин Вандерфорд фаворит болып отыр. Бірақ та менің ойымша сарапшылар қателесіп отыр. Өйткені Николай Веретенниковтың жалпы MMA саласындағы тәжірибесі өте көп. Және де жалпы Николай Веретенниковтың кардиосы да, сонымен қатар тік тұрып соғысуы да өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Ал Остин Вандерфордтың жалпы тік тұрып соғысуы мен джиу-джитсуның өте жоғары екендігін атап өтейік. Менің ойымша, бұл кездесуде біздің отандасымыз Николай Веретенников Остин Вандерфордты техникалық нокаутпен болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін.